Құрметті әріптестер, қош келдіңіздер. Бүгін біздің коучингімізде мен бүгінгі тақырыпты заман талабына сай білім беру бағыттарының тиімділігі деп алдым. Яғни біз педагог болғаннан кейін әрдайым біз өзіміздің кәсіби құзыреттілігімізді әрдайым шығармашылық ізденіс үстінде жүруіміз керек. Солай әрдайым біз өзімізді ізденген сайын біздің яғни құзыреттілігіміз аясы өте кең болады. Біз үнемі шығармашылықпен жұмыс жасап, үнемі ізденісте жүргеннен кейін біз үнемі балаларға да соны үйрете білуіміз керек. Сондықтан мен бүгінгі тақырыбымда заман талабына сай білім беру бағыттарының тиімділігін алдым. Өзімнің сабақта қолданып жүрген платформаларды сіздерге алып келдім. Осыны яғни сабақтарыңызда қолданып, сіздерге бұл жерде әртүрлі әртүрлі бұйымдар жасайсыз. Енді осы ақпараттан адамның денесін жасайсыңдар. Сонда біз әрқашан алдымызға постоянно не қоюымыз керек? Мақсат қоюымыз керек. Сонда біз өзіміз мақсатымызды қойсақ, біз неге жетеміз екен? Нәтижемізге жетеді екенбіз. Әрдайым біз алдымызға мақсат қойып отыруымыз керекпіз. Сол мақсатпен біз әрдайым жүйелі түрде өзіміздің нәтижемізге жетеді екен. Мен сол үшін осы нені сізге бердім. Бірінші әдіс. Бұл жерде сен ақылды боларсың, бірақ сенің бағыттаушы қолың бар екенін ұмытпа дейді. Әрине, әр адам өзінен кейін әрдайым не қалдыру керек? Із қалдыру солаймыз ба? Мысалы, қарындашты жазып отырып, артында әрдайым із қалады. Сондықтан әр адам өзінің артында не қалдыру керек? Із қалдыру керек. Сол үшін